Ассалаумағалейкум достар. Менің есімім Сақтәулет Жұмағалиұлы. Жалпы бүгін видео түсіріп жатқан себебім құлпынай егіп жатқанымды білесіздер. Алдыңғы видеоларда салып отқанымдай. Бүгінгі көрсетейін дегенім сіздерге. Мен бұл құлпынайларды еккеніме 10 күндей болды. Қазіргі жағдайы осындай, әлі кішкентай. Енді менің бұл жерде жасайын деп жатқан қазіргі тәжірибем бұл құлпынайларды қазір еккенімен бұлардан өнім алу дәл қазір мүмкін болмай тұр. Бірақ бұл гүлдеп жатыр, және де түйінді де салып жатыр. Бірақ мен құлпынайларым әлі кішкентай болғандықтан бұлардың өсуіне, бұлардың жақсы тамырын жаюына мен жұмыс жасауым қажет. Сондықтан мен бұлардың гүлін және де беріп жатқан жемісін қазіргі уақытта жұлып тастайтын болам. Жұлып барлығын алып тастаймын. Келесі шыққан гүлінде, келесі шыққан жемісінде барлығын алып тастап отыратын болам. Және де қазір апрель айы, апрель-май, келесі айдың аяғында уже июньге жақын мен бұлардан көшет алатын болам. Құдай қаласа, сол көшет алуды оны да видеоға түсіретін болам. Кішігірім осындай видео түсірейін деп жатырмын. Қазір сіздерге бір көрсетіп жіберейін.